Так, мынау Арқалық қаласы поселка Родина, Амангелді көшесі, бірінші үй көшесінің. Екіншісі артында тұрған екінші артымызда тұрған QS бұрын UPS деп аталған организация электросеттің конторасы. Біздің айтатын шаруамыз үйдің ремонт дейді ғой, сыртқы несіне ремонт жүрілмеген. Сол жөнінде қазір мынау жігіттердің айтуы бойынша қарап түсіріледі. Мынау алдымда тұрған Амангелді көшесінің бірінші үйі, 3 подъезді. Эксплуатацияға 85 жылы берілген. Негізінде UPS-тің служебный болған, артынан легализациямен жекеменшікке көшілген, приватизациямен, жекешелендірумен. Сол. Мынау бірінші шетіне санағанда 3-ші подъезд. Үйдің тарап бетін жігіттер қазір көрсетер. Осы үйге ремонт жасалмағалы біраз болған. Кезінде UPS-тің қарамағында кезінде ұсталған дейді. Одан 90 жылдардан бері бұл үйде сыртқы ремонт болмаған. Қарап отырсаң төбелері бұрынғы сетабектімен жатқан кровля, немен қара қағазбен, битуммен. Өткенде көктемде айдық жел болғанда өзінің ақшасына жасайды. Кем дегенде 300-400 мың теңге кетеді мына заманда. Ол бір жылға ғана шыдайды. Қыста, аязда, суықта, тіпті өткенде желде былтыр ғана салған қара қағазды есіктің алдына шүріп тастайды. Осы көктемде болған айдық дауыл желде. Осы міне бұның бір несі балкондары қосалқы, жалғаспаған, бөлек салынған. Ол да қауіпті. Әгер жағдайда бұл балкон бөлек құлап кетуі де мүмкін, ремонт болмаса. Басқа не айтамыз? Ал айтатын адамдар болса айта жатсын. Менің айтарым осы. Өзім 19 жыл көшіп келдім, сатып алдым үйді. 2-ші этаждан бұрыштағы үй, 5-ші квартира. 2 рет жаптым. Ол кезде енді баға бойынша 250 мың, 300 мың кетті. 2 рет жапқанда енді ағайындарым көмектесті, жолдастарым. Соның өзінде қазір сырт пішін көрсетеміз, сырт жағын, арт жағында. Қазір су ағып тұр. Сәл жаңбыр жауса, 3 балам бар. Келіншегім инвалид, 2-ші группадағы. Ол қайта-қайта ақша жұмсаудың өзі оңай емес мына заманда. Ол жеке басында айтып кетсең ертегі болады. Ал жалпы халықтың тіршілігі осы. Жігіттер көрсетіп жатқан шығар, жан-жағын түсіріп. Қыста пленкамен отырамыз, терезені жауып. Ағаш кезіндегі срок өткен. Қазір бір терезенің өзі 150-130 мың. Қазір пластик терезе. Ол менің зарплатым 100 мың қайсына жетеді. Келіншегімнің 60 мың пенсиясы бітті. Оның сыртында балалар детсаты бар. Сол міне. Мына көріп тұрсыздар, балконның қосылысы осындай, мына жеке салынған, балкон болын шықпаған. Бұл үйде негізінде. Осылай жеке шығарған. Қалап. Осы жағдай. Ал мынау мынағымыздағы 3 этажды негізінде общежитие есебінде салынған. Осы қызметкерлеріне UPS-тің, ол да UPS-тікі қазір QS дейді. Осы жағдайымыз. Енді қазір жігіттер жүре көреді үйдің сырт пішін. Ішкі неге әркім өз жауап береді ғой. Сырт пішіні бәрі білдіреді үйдің қанша жерден тыныштансаң да ол істеген еңбегің далаға кетеді үйдің ішіне. Иә, далаға кетеді. Сол ауламыз бар. Үйдің артында бақшаға дейін азғантай 12 сотық жеріміз бар. Үлгергенше соны ұстаймыз. Мынау ашық тұрған жаңа менің квартирам. 5-ші квартира. Міне жақта енді қалай айтуға болады. Жаңағы терезенің алдына көрсетіп ұмытып кеттім. Кіре берісте Асатқа берді азғанда үй уже. Мынау биыл былтыр өзімше ремонт жасаймын. Мына құлады, қайтып түк қалған жоқ міне. Қаңылтыр ашын ішіп түсті. Әріп кетті башы. Қаңылтыр әріп кеткен ғой, мен үстіне сала бергем қағаз. Сөйтсем қаңылтыр әріп кеткен бәлен жылдан бері. Кейде қорқам, өзі кетіп қалмайды. Бетон болғасын гәне ойындамайым. Кірпіш болса баяғыда бұл үй құлайтын еді.
Ал айтатындарың болсаңыз айта беріңіздер. Ну, я бывший главный инженер этого предприятия ЮПС. Айтасыз ба? Сейчас в данный момент нахожусь на пенсии. Вот когда как молодой специалист я в Амантугае работал, в Амаглинском районе. Как переехал, получил квартиру, вот однокомнатную с той стороны. Ну, этот дом построен для молодых специалистов, что тогда специалисты приезжали с Украины, с России, вот, и полностью был заселен молодыми специалистами. Но в то время еще новый дом был это. А сейчас ухода нет за ним, все рушится, потому что материала не было, это как хозспособом. Какой материал с разборки вот привозили и с этим материалом строили, подвалы не засыпаны, трубы как попало проведенные. В общем, сейчас у нас и сантехника в плачевном состоянии, крыша, мягкая кровля, никто не ухаживает за ним, сами каждый крышу по возможности ремонтируем, но это как бы на один сезон, в общем, расходы большие, отопление тоже уже там на шлангах, где на чё, в общем, каждый житель сам свои проблемы решает. Надо, в общем, чтобы акимат взял на как бы обязательство ремонт, а мы как жители, наверное, будем какую-то долю, наверное, участвовать, чтобы отремонтировать, наверное, дом. Потому что своим силам пенсионер не отремонтирует такой многоэтажный дом. Поэтому просим помощи местной власти, чтобы оказали содействие нам, жителям. Потому что вы видите, все пенсионеры здесь как бы доживаем свое время в этом месте. Я все сказал, если добавить есть. Да? За счет отопления здесь отопление типа ленинградский проект у нас. И еще отопление обещает отключить от КС. Я не понял вообще. Это там они сами решают. Мен түсінгенім біздің мына қыс бойы жаңа мен котельный істедім осы кюесте. Сол арқылы. Ага. Этот дом, когда был служебный, отапливался с предприятия. Так как сейчас уже все дома в частные руки перешли, предприятие отказывается нас отапливать, потому что у него нет законного права с нас брать деньги за отопление. Поэтому как бы здесь юридически нестыковка, вроде отапливаемся от ЮПС, но жители согласны оплачивать ЮПС, но не можем оплачивать ЮПС. Поэтому в этом году они как бы отапливают худо-бедно, ну, батарея чуть теплые, выжили, а в этом году не знаю, как будем зимовать, потому что Аким обещал котельные построить здесь на эти дома. Ну, пока, ну, местный наш Аркалыкский Аким, ну, решить проблему. Городской или сельский? А? Городской или Городской. Городской, да. Что включит наши дома в этот проект для строительства котельной. Вот здесь хотели большой котельный, там здесь поселок будет как бы дальше развиваться. Но не знаю, проект утвердили, не утвердили, поэтому мы висим в воздухе. Вот отопительный сезон как проведем, мы не знаем. Вот. Может, кто еще добавить? Мына кісі мен жақын кезден болады. Былтыр балалары келіп жабылып, осын салды күзде. Күзде емес, енді күздің басында, сентябрь кезінде. Көктемде айды дауыл болғанда, бұл жерде адам болған жоқ, адам болған жазым болатын еді. Міне қашын жайылып кетті, ана жаққа шейін шығып кетті. Енді амал жоқ, жинауға тура келді. Осы ара не, ол мына балалары енді айтпаған шығар қанша кеткен. Бірақ ол да ақша ғой мысалы. Неше квадрат, 60 метр квадрат жерде ол кісілер жаптырды. Ошу болды. Бізде көмектестік, көмек келіп. Осындай жағдай болып жатыр. Қазір төбесіне шықса, жалтыр кәдімгі бетон жайына жатыр. Плита ғана ашық. Осындай жағдай болып жатыр бізде. Сосын жылуды айту керек, жылудағы. Жылуды айттық қой, жылуды айтылды. Енді ол жылуды былтыр шешеміз деп келді, ауыстырған жоқ. Биыл білмеймін енді. Биыл естуім бойынша мен сонда жұмыс істеп жатырмын ғой, АТЭК-ке беріп жатыр.
атыгал батыр өздеріне деді. Енді ондай. Иә, Ну, здесь основная кровля, этот, в советское время построен толь был, вот, основа толь здесь. Потом вот здесь, когда приватизировали, люди, ну, кто мог себе позволить, вот, мягкую кровлю взял и ремонтировал здесь. Вот женщина перед продажной подготовку делала, она вот мягкую кровлю сделала, но он от силы 1,5 года, ну, 2 года, наверное, выдержал, а потом все это с нее сорвало, вот, когда шторм был. Ну и посередине, вот, где не сделано, есть толь осталось, где, в общем, кто как мог, каждый самостоятельно лепил, и поэтому как кровлю трудно назвать, потому что там, где стыки, это все, крыша протекает, и как сильный дождь у всех, как говорится, потолок мокрый становится, и дома постоянно и в подвале сырость, и с крышей сырость, в общем, санитарным нормам не соответствует, потому что отопление слабое, не рассчитанное на этот дом. И мы просим акимата обратить внимание на этот дом и включить его в ремонт. Жители готовы, наверное, да, оплачивать какую-то часть, ну, включиться в программу это, ну, по возможности будем помогать. Не возражаем, в общем, участвовать в ремонтах.